Assalamu алейкум. Баршаңызға сәлем. Денсаулық ғажап кітаптар арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ақыл ойдың анық болып, миды 100% жұмыс істеуге мүмкіндік беретін екі керемет әдіс туралы айтып беремін. Мектеп оқып, университетті бітіргеннен кейін оқу жұмыстары азаяды. Біз физикалық жаттығу жасап, бұлшықеттерімізді шынықтыратын секілді, оқу жаттығуды тоқтатқан кезде мидың да белсенділігі төмендейді. Сондықтан миды шынықтыру әрекетінде жасап тұру керек. Адам 35 жас шамасында оқуды тоқтатып, жұмысқа кірісетін жасы. Бұл кезеңде біздің миымыз өзгере бастайды. Когнитивті функциялар төмендей бастайды, есте сақтау қабілеті де нашарлайды. Және көп адамдардың сөйлеу қабілеті де қарапайым бола бастайды. Денсаулықтың осындай болуына қосымша себептер: біріншіде әрекетсіздік. Әрекетсіздік дегеніміз оқудың болмауы. Екіншіде өте көп ақпаратты миға алу. Үшіншіде көп тапсырма алу. Төртіншіде сахарды көп тұтыну секілді себептердің де әсері бар. Бұл миға кері әсер ететін процестер баяу жүретін болғандықтан дер кезінде байқалмайды. Біз байқай бастаған кезде мидың қартаюын тездететін факторлар күшейіп кетуі мүмкін. Бұл сұмдық жағдайға түспеу үшін миды әлсіреуден сақтану керек. Сондықтан осы екі әдістемелер туралы айтайын. Алдымен үйіңіздегі тоңазытқышты ашып, әр өнімнің қайда орналасқанын 20 секунд есте сақтаңыз. Содан кейін есікті жауып, қай сөреде қай өнім орналасқанын нақты еске түсіре бастаңыз. Бәрін еске түсіргеннен кейін қайтадан ашып, миға сақталған бойынша тұрма тексеріп көріңіз. Егер шатасқан болсаңыз, бірнеше рет қайталаңыз. Барлық өнімнің қай жерде орналасқанын нақты дұрыс жаттағанша жасаңыз. Мидың жұмысын жақсартатын тағы бір қосымша әдіс ол қан ағымымен көбірек байланысты. Ортаңғы саусақпен алдымен сағат тілімен айландырып массаж жасай бастаңыз. Содан кейін орталық жүйкеңіз босап тыныштанғанша шамамен 20-25 секунд сағат тіліне қарсы жасайсыз. Бұл точка екі көздің ортасында, мұрын мен маңдайдың түйілісінен сәл жоғары, маңдайдың басталған жері. Осылай күніне 2-3 рет жасағанда 2 аптадан кейін жадыңыздың қалай жақсарғанын байқайсыз. Және сіз барлық жақындарыңыз туралы көптеген оқиғаларды есте сақтай аласыз. Айтпақшы, менің атымды жадыңызда сақтадыңыз ба? Егер есіңізге сақтай алмаған болсаңыз, менің есімімді есіңізге сақтағанша осы видеоны қарап тұрыңыз. Бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Видео ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.